Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай ыстық тағамдардың бірі өте керемет болып шығатын пельменнің рецептісімен бөлісемін. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Барлық құрамдарын астына жазып қалдырамын. Видеоны толығымен көріп, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең әуелі пельменімізді дайындау үшін ең бірінші фаршымызды дайындап аламыз. Мен 300 грамм фаршқа 300 грамм жуа қостым. Ол үшін жуамызды ұсақтап турап саламыз. Дәміне қарай тұз, бұршымызды қосамыз. Қалауыңызша дәмдеуіштер қосуыңызға болады және кішкене сұйық май қосамыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Мен салмасына пияз қостым. Басқа қосудың қажеті жоқ. Пияз ғана жеткілікті. Одан кейін біз қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызды дайындау үшін бізге ұн, су және тұз қажет. Жақсылап қамырымызды басып аламыз. Қамырымыз жылтыр, әдемі болып шығу үшін, жыртылмас үшін жақсылап тұрып басып аламыз. Шамамен 5-7 минуттай. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлікке бөліп, дөңгелектеп, жеке-жеке дөңгелектеп ысып шығамыз. Барлық дөңгелек қамырымызды дайындап болғаннан кейін үстіне пельменницамызды дайындап аламыз. Осылай пельменницаның үстіне салып, қамырымыз жабыспас үшін астына ұн салып жібереміз. Үстіне осылай енді фарштарымызды салып шығамыз. Адам санына қарай сіздер көбірек жасауларыңызға болады. Мен де шамамен 2 касет жасадым. Осылай үстіне қамырымызды жауып, жаймамызды жауып, үстін ысып шығамыз оқтаумен. Қаттырақ ысып шығамыз. Сонда оңай алынатын болады. Дайын болған соң осылай салып шығамыз барлығын. Ыдысқа, мұнай ыдысымызға салып, жабыспас үшін арасына ұн салып алуларыңызға болады. Енді пельменіміз дайын болғаннан кейін біз қазанымызды отта қыздырып, ішіне малдың 3 майын саламыз. Малдың 3 майын салсаңыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде салып көріңіздер. 3 майды осылай шыжғырып аламыз. Үстінен кішкене сұйық майымызды құйып, бір жуамызды салып шығамыз. Бір жуамызды түгелдей салып қуырамыз. Жуаны ұзағырақ қуырсаңыздар дәмді болады. Жуаны әбден қуырып алғаннан кейін үстіне ыстық суымызды қазанның ортасына дейін толтырып құямыз. Дәміне қарай тұз, бұршымызды саламыз.
Одан кейін мен паприка қостым. Сорпамыздың түсін, дәмін келтіреді. Немесе кез келген бульон салуларыңызға болады. Және де кез келген жасыл жапырақтан салуыңызға болады. Мен көк жуа салдым. Қалауыңызша укроп, петрушка салуға болады. Дәмі өте керемет болады. Және суымызды қайнатып, үстіне пельменімізді салып шығамыз. Пельменімізді әр салған сайын арасын былғап отырамыз. Қасықтың көмегімен арасы жабыспас үшін жақсылап қайнатып, бір 10 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Ұзақ пісірудің қажеті жоқ, тез піседі. Біздің пельменіміз дайын, ас болсын.